Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Жұма қабыл болсын, жұма күні айтқан дұғаларыңыз қабыл болсын. Енді парақшама жаңадан қосылып жатқан қыздар болса, қош келдіңіздер деймін. Менің есімім Бақтыгүл болады. Үйде отырған анамын, 3 баланың анасымын. Қазір бір балам мектепке, бір балам садикқа барып жатырмын. Қазір қызымды тренировкаға апарамын. Осындай алып келіп жүріп, үйде отырып, бала-шағаның қасында тамақтарын жасап отырып, үйде отырып ақша тауып отырмын. Ақша тауып отырған мәні қалай, не істейсің сонда Бақтыгүл деп айтуы мүмкінсіздер. Мен бар болғаны дүкен ауыстырдым. 15 000 теңгеге Түрік мемлекетінің фармаси деген дүкеннен товар аламын. Өзіме ең қажетті товарларды аламын. Ештеңе сатпаймын. Бір сабын, порошок, зубный паста, сұйық сабын, қатты сабын деген сияқты ең қажетті заттарды аламын. Яғни ай сайын өзіме ең керекті заттарды аламын. Бірінші әрекетім сол. Екінші әрекетім мен сияқты үйде отырған апа болсын, ана болсын, хотя бы сол 15 000 теңгеге товарын ала отырып бизнес бастағым келеді деген қыз-келіншектер шақырамын. Аллаға шүкір, командамыз өсіп келе жатыр, потому что біздің бизнес сауымсыз бизнес. Біз бәрібір алатын затымызды алып отырып бизнес бастап отырмыз. Сонда жасайтыным екі әрекетте. Бірінші өзім сауда жасаймын, екінші сауда жасайтын қыздарды шақырамын. Енді шақыру білмеймін деген қыздарға арнайы бізде оқыту платформасы бар. Дайын платформа, сол жерден бірінші білім аласыздар, содан кейін жұмыс жасап бастайсыздар. Еш қиындығы жоқ. Мен жасап отырмын, міне, жасым 45-ге келді, сіздің де қолыңыздан келеді. Адам жасағанда адам жасай алады. Соған сеніңіздер. Айына 500 000 теңге үйде отырып табу ол өте керемет мүмкіндік. Енді маған қандай қасиеттер көмектеседі? Бойымдағы бірінші тәртіп. Яғни күнделікті бір нәрсені қайта жалпай істеу. Яғни мен жалпай айта беремін. Жалпай айтатыныма да себебі бар. Біріншіден, бар болған 15 000 теңгемен ғана бизнес бастайсыздар. Екіншіден, түрік мемлекетінің продукциясы халал, GMP сертификаты бар. Продукция евро стандартқа сай. Сапасы өте керемет. Нарықтағы бренд товарлар, мысалы, өте қымбат, біздің фармаси бренді өте қолжетімді бағада. Продукциялары шикарный. Яғни мен арақ сатуға, темекі сатуға, жаман наркотик бірдеңке сатуға шақырып жатқан жоқпын. Бар болғаны сабын, сода, порошок алуға шақырамын. Зубный паста алуға шақырамын. Болды, осы әрекет. Спокойно үйде. Енді келесі сұрақ айтады, ойбай, сонда 15 000 теңгеге ай сайын алып отыру керек па деп. Қыздар, сіздер и так та 15 000-нан көп ақшаны обычный дүкенге апарып жүрсіздер, рахмет үшін. Мен де дүкенге барып, міне қараңыздар, мынандай үлкен шампунь аламын. Мынау бізге спокойно, балама да, күйеуіме де, маған да жетеді. Бағасы 3 000 теңге ғана. 500 мл. Бір семьяға, еркекке, әйелге, балаға бөлек шампунь деп алмаймын, бір шампуньмен. Керемет пе, керемет. Мынау сабын. Бұл баняға арналған сабын. Мысалы, баняға жидкий сабын бармайсыздар, твердый сабын. Ай сайын алатын затым. Мынау порошок, жидкий порошок, түрлі-түсті киімдерге. Барлық киімдерді қосып жуа салуға болады. Бөлек емес, светтері, өңдері сол қалпында қалады, бір-біріне нілі өтпейді. Сосын кейін, мысалы, не гель для душа, тоже қараңыздар, қандай үлкен. Арғата, зубный паста. Мынау күйеуіміз екеумізге алынатын зубный паста и детский зубный паста. Мен балалар енді білесіздер, екеуін екі нәрсе алмаса таласады, Вот, пожалуйста, екі балама екі зубный паста. Болды. Ай сайын осыны, зубный паста ай сайын бітіп қалады. Гель для душа бізге спокойно 2 айға жетеді. Мынанда 2 айға жеткізуге болады спокойно. Но мен көбірек саламын бір айда. Шампунь ровно бір айға спокойно жетеді, даже кейде артылып та қалады. Сабыннан 2-3 алсаңыздар артық болмайды, өте күшті сабын. Денедегі қандай да бір бөртпелер болса соларды емдейді. И мысалы, осы айда дезодорант и бетке тоник алдым. Вот, осындай заттарды ала отырып мен бизнес бастап отырмын, қыздар. Сіздер де аласыздар ол затты, бірақ сіздер рахмет үшін ғана аласыздар. Енді қараңыздар, қыздар, сіз бен менің ерекшелігім неде? Сіз обычный дүкенге рахмет үшін барасыздар. Мен тура сіз алатын сол шампунь, сабын, сіз де аласыз шампунь, мен де аламын. Сіз де сабын аласыз, мен де аламын. Сіз де зубный паста аласыз, мен де зубный паста аламын. Детский зубный сіз де аласыз, мен де аламын. Гель для душа сіз де аласыз, мен де аламын. Бірақ сіз рахмет үшін 20-30 жыл магазинге барасыз. Ал мен уже ай сайын сол 15 000 теңгені аламын, бірақ маған кәдімгідей 500 000 теңгедей табыс келіп отырады сол дүкеннен. И 15 000 бизнес бастағысы келетін кісілерге мен жалпы айта беремін. Потому что 15 000 теңге бизнес үшін көп нәрсе емес. Аспанға бүйтіп аспанға лақтырып жібермейсіз 15 000-ді. 15 000-ға ең керекті заттарыңызды аласыздар. И сапалы заттарыңызды аласыздар. Представляете? Вот бизнес деген осы. Енді шыны керек, нарықта компания өте көп. Неге именно менің көңілім фармасиға тоқтады? Бірінші себеп 15 000 теңгемен бастау. Яғни мен семейный бюджеттен көп ақша шығару емес, семейный бюджетке көп ақша келтіргенді жақсы көремін. И сондай адамдар көп екеніне мен сенемін. 30 000, 40 000 теңгеге 21 күн сайын, бір ай сайын алып, үйдің ішіне складқа қойғаннан гөрі, мен лучше 15 000 теңгемен бизнес бастағанды жөн көрдім. Тура сол сияқты мен сияқты жөн көретін қыздар командама келіп қосылып жатыр. 15 000 теңге деген бірінші фишкасы. 15 000 теңгеге сіз егер сатам десеңіз, 30 000 теңгені товарын береді компания. Потому что тіркелген адамға 50% жеңілдік. Мысалы, мына шампунь 5700 теңге сататын болса, мен 3 000 теңгеге аламын. Сатып жатқан қыздар 2700 теңге үстіне пайда көріп жатыр. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін, ой, 2000 теңгелік шампуньдар толып тұр ғой, но 5700 қымбат қой. Қымбат емес, қыздар. Бұл біріншіден 500 мл үлкен, қою. Сосын кейін барлық товардың емдік қасиеті бар. Бұл сіздің шашыңыздың түсуін тоқтатады. Бір, шаштың түбін нығайтады, луковицаларын. Ол екі, үшіншіден жаңа шаш шыға бастайды сізде. Кәдімгідей таз болған жерлеріңізден шаш шығады. Яғни бұндай шампуньдар, осындай шампуньдар нарықта 50 000, 40 000 теңгені сенбесеңіздер, кәдімгідей Каспийге кіріп, именно брендовый шампуньдарды қараңыздар. Тура сол брендовый сапамен тең, бірақ бағасы всего лишь 5700. Бұл сататын бағасы. Ал сіз тіркелетін болсаңыз, сіз 3 000 теңгеге ғана аласыз. Представляете, қандай мүмкіндік? Емдейді, плюс экономить етесіз.
мен сіздерге мысалы 2000 теңгелік шампунь алмаңыз деп тұрған жоқпын, ала беріңіз, бірақ 2000 теңгелік шампунь алғаннан кейін сіз мысалы одан кейінгі емделетініңізге қаншама ақша кетеді. А мына жерде барлық продукциясы халал. Даже мына киім жуатын порошоктың өзі халал сертификаты бар. Бұның ішінде халал сертификаты адамның ағзасына зиян келтіретін қоспаларды мүлдем қоспайды деген сөз. Мынау да сіздің қолтығыңызға жаққан кезде ешқандай аллергия да бермейді, деген сасық иісіңіз кететін болады. Мына сабынмен жуынатын болсаңыз, денеңізде бөртпелер болатын болса, соның барлығын емдейтін болады, иә. Мынау да емдік қасиеті бар. Барлық товарлардың, мына зубный пасталардың өзі емдік қасиеті бар. Мына зубный пастаны тісіңіздегі қара тастардың барлығын түсіреді, емдейді сізді. Стоматологқа ақша лишний. Сондықтан сіздерге айтарым, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеп, емдік қасиеті бар товарларды ала отырып бизнес бастаңыз. Балаларыңызды да спокойно сабынмен, жаңа нәрестені сабынмен жуындыра беруге болады. Бағана айттым, зубный пасталары ауыз қуысының иістерін кетіреді, кәдімгідей. Мына иектегі еттеріңізді емдейді, тістеріңізді қатайтады, после родов болсын, өте күшті көмек береді. Сондықтан біздің продукцияның барлығы емдік қасиеті бар, бағасы қолжетімді, бизнес бастау бар болғаны 15 000 теңге. Сондықтан кім аз ақшамен бизнес бастағысы келеді, командамызға қосылыңыздар. Қалғанын барлығын платформада үйрететін боламыз. Ойма аяқталмай қалып, телефон зарядкасы өшейін деп. Енді келесі сұрақ болуы мүмкін, қанша ақша төлейді, соншалықты жарнамалап жатсыз ғой депші. Қыздар, алып көріңіздер товарды, сосын кейін товар өзін өзі сатады. Мен жарнамаламасам да, сіз өзіңіз қолдан көрген кезде расында да керемет деп айтасыздар. Екіншіден, қанша ақша, 13 түрлі табыс көзі бар. Маған лично қазір персональный бонус, групповой бонус, лидерский бонус түсіп тұр, соның өзі жеткілікті. Атак тегін саяхат та бар, премиялар да бар. Премияның жылдам старт премиясы, наставниктің премиясы бар. Енді көп табыс көзі, 13 түрлі автобонус бар, барлығы ақшамен беріледі. Сондықтан енді келіңіздер, маркетингпен таныстыңыздар. Ең біріншісі бұл всего лишь 15 000 теңге. Яғни өзіңіздің қалтаңызға жеңіл. Сіз біреуді шақырған кезде ол кісінің қалтасына жеңіл түседі. Екіншіден товар мынандай. Енді сетевиктердің қоятын сұрақтары бар, нарыққа қанша болды келгендеріне, қанша адам тіркелді, табыс тауып жатқандар бар ма деген сияқты. Нарыққа негізі 2 жыл бұрын келген, бірақ ауыр маркетингпен келген. Қазіргі маркетинг январь айынан бастап новый маркетинг жеңіл, быстро, прям әлгі жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ сияқты өсіп жатыр дейді ғой, тура сондай болып жатыр да бізде. Қазіргі таңда 1 январьда бізде 64 адам тіркелді, 2 февральда 120 болдық, мартта 200 болдық, осы апрельде уже біз 500-ге жеттік. Алла берсе, Қазақстан бойынша 500 адамдай тіркелдік. Енді нарық бос деп айтуға болады. Одан кейін кімдер бар, ақша тауып жатқан кісілер бар ма деген, менің келесі актуалымда кейс деген парақша бар. Сол кейсқа кіріп қарасаңыздар болады. Сол жерде барлық адамдар, ақша тауып отырған адамдарды мен салып отырамын. Тағы да сетевиктердің қоятын бір сұрағы бар. Жәнегінде ай сайын адам шақыру керек па деген сияқты, отрыв деген бар ма деген сияқты. Бізде гонг жоқ, яғни ай сайын адам шақыру керек деген жоқ. Отрыв всего лишь 1500 балмен сіз мысалы 10 директор шығарсаңыз да, 10 директордың 4 половинасынан да ақшаңызды алып отырасыз. Вообще керемет маркетинг. Негізі маркетингті бір қараңыздар. Маркетингтен бұрын сіз тек қана өзіңізді емес, басқа біреуді ойлауыңыз керек та. Сол кезде ақша келеді сізге. Сіздің өзіңіздің қалтаңыздан 15 000 ғана шығады. Сіз шақырған бизнес партнердің қалтасынан 15 000. Представляете, қандай мүмкіндік? 30-40 000 теңгеге адам шақыра алмай жүрген, басқа компанияда жүрген қыздар осы компанияға келіп жылдам өсіп жатыр да. Сіз де солардың қатарына қосылыңыз. И продукты тағы бір рет айтамын, шикарный. Өзін өзі сатады. Бір келіншек былай деп жазып жіберіпті. Сонда сендер немене шампунь, сабын, порошоктан басқа товар жоқ па депші фармасияда. Жаным қыздар, товар деген жетеді. Қаласаңыз коллаген бар, қаласаңыз алоэ вера напитогі бар, қаласаңыз сикорий және коллаген қосылған кофе де бар, қаласаңыз бетке тоналкалар бар, кірпігіңізге туштар түр-түрімен бар, қас өсіретіні бар. Мынандай беттің мысалы проблемный кожалар болды, үгіре соған арна специальный серия бар. Одан қаласаңыз құрғақ, мынандай шылушыт ететін кожаға арналған полный серия бар, қалаған нәрсеңізді таба аласыздар. Үй жинаймын десеңіз, пожалуйста, унитаз жуатын, терезе жуатын, тряпкасына дейін барлығы бар. 200-ден астам наименование товар бар. Мен просто сіздерге ең керек заттарды алып бизнес жасауды үйретіп